қойыңдар, иә? Зорлық, зомбылыққа жол бермейік деген тақырыпта. Зорлық, зомбылықтың жалпы қандай мағына білеміз ба? Ол тән азабына келтіретін зорлық, зомбылық. Екіншісі, демек қойыңдар, иә? Тары ғой, мен өзім жүре салайын. Әрқайсымыз смайликтен алайық. Сол смайликке байланысты топқа бөлінге. Мен сіздерге қызыл, жасыл және сары түсті смайликтер таратып бердім. Қызыл түскендер 3-ші топқа, сары түс 2-ші топқа, жасыл түс 1-ші топқа бөлінеміз. 1-ші топ бейбітшілік, 2-ші топ заңгерлер, 3-ші топ, 3-ші топ ақиқат. Жақсы. Орнымызға отырамыз, балалар. Орнымызға отырамыз. Ондай болса, топқа бөлініп алдық. Енді қазір мұнда сіздерге ата-аналарың сендерді мақтағанда қандай сөздер айтады, және ата-аналарың сендерді жазалағанда қандай сөздер айтады деген ой қозғау 2 сұрақ. Осы сұрақтарға тез-тез топ бойынша жауап берейік. Ақылдасасыздар ма? Әлде әркім өзінікі бөлек-бөлек айта береді ма? Егер тез-тез айтамыз десеңдер, онда бір-бірден тұрып айта берейік. Топқа байланысты емес. Әркім өзінің өз еркімен айтсыншы. Ата-аналары мақтағанда қандай сөз айтады дейді? Мақтағанда. Жарайды ол. Жазалағанда қандай сөз айтады? Кеттік. Ұялмаймыз, айтамыз. Ол осы жерде қалады. Жан азабын келтіретін зорлық, зомбылықты көрсетпейміз. Айтамыз. Кеттік. Арсеннен бастаймыз. Арсен. Қандай сөз айтады ата-анамыз? Молодец, жақсы. Ал жазалаған кезде? Жазалаған кезде? Сізді ата-анаңыз мақтағанда қандай сөздер айтады, және жазалағанда қандай сөздер айтады? Мақтағанда жарайсың дейді, ал жамандағанда не себепті үйіп жасадым дейді. Жақсы. Мақтағанда молодец деп маған ұрыспайды. Ата-анам мені мақтағанда менің мықты екенімді айтады, маған сенгенден айтады, ал маған ұрысқан кезде сенен бұлай күтпедім деп айтады. Ақбота сізді мақтаған кезде не деп айтады, және жазалаған кезде? Мені ата-анам мақтаған кезде, яғни өздерінің қолдауларын білдіріп, маған жарайсың, сенің қолыңнан келді деген секілді сондай жылы сөздерді айтады. Ал мені жазалағанда, яғни сенің болсың мүлде дұрыс болған жоқ, сен осы жағыңды жақсы жаққа өзгертуге тырыс деген секілді өздерінің ақылдарын айтады. Жақсы, керемет. Маған ата-анам мақтаған кезде, маған молодец, жарайсың деп айтады, ал маған ұрысқан кезде бұл ісің дұрыс емес, екінші жолы қайталама деп айтады. Жақсы. Мен ата-анам мақтағанда балам жарайсың дейді, ал жамандағанда әкең боласың. Жақсы. Тұрды айт. Мен ата-анам мақтаған кезде жарайсың, молодец дейді, ал бірнеше бүлдірген кезде ештеңе дейді. Жайға. Жақсы. Үндемейді, жазаламайды. Жақсы, отыра бар. Бірінші, эмоциялық зорлық, балағаттау, қорлау, сөгу, балалардың жеке өміріне қол сұғу. Физикалық зорлық, отбасы мүшелерін мас күйінде немесе сау күйінде ұруды қолданатын эмоционалдық зорлық. Қауіп қатер, отбасын тастап кетемін деген қорқыту, әйелін немесе балаларын ұру, өз-өзіне қол жұмсауға итермелеу. Балаларды анасына қарсы қолдану, әйелін өз балаларын ешқашан көрмейтіндігімен қорқыту. Бұл зорлықтың түрлері. Келесі, мақал мәтелмен жұмыс. Ана
сая болар бағың болса, әке асқар тауың деген мақалды қалай түсінесіңдер? Қай топ жауап береді? Кім? Ислам, қалай түсінесің? Ана саяр болар бағың болса деген ол анаң сені кішкентай кезінен бағып, сол қарағыңды түседі, ал әкең асқар тауың деген әкең сені әрқашан да қолдап, ана сол сені ешқандай неге қимайтын туралы сөйтіп түсінеді. Ол мақал. Жақсы. Барлық жаман заттардан сені қорғайды, иә? Сая деген ол сенің жанын рахаттанатын деген сөз ғой. Мамаң сенің бүкіл қажеттіліктерің бәрін, сенің арман тілектеріңді бәрін орындайды ғой. Сая деген сол. Ал ата көрген оғы жонар, шеше көрген тон пішер деген мақалды білеміз ба? Білеміз ба? Енді айтамыз, мағынасын айтамыз. Ата көрген оғы жонар, шеше көрген тон пішер. Ақылда. Яғни менің түсінгенім бойынша бұл мақал мәтелде нақты айтылған мағынасы ол қыз бала анасына қарап өседі, ал ер бала әкесіне қарап өседі. Яғни осы анасының жаңағы бойындағы қасиеттерін қыз бала өзінің бойына сіңіру арқылы сол анасына қарап бой жетеді. Ал ер бала осы әкесінің мінезіне қарап, әкесінің жаңағы анасын, қыз балаларын сыйлау арқылы ер бала әкесіне қарап өседі деген мағынада түсіндім. Жақсы. Енді келесі тапсырма жағдаяттар. Бірінші жағдаятқа бірінші топ, екінші жағдаятқа екінші топ, және үшінші топ, үшінші жағдаятты оқимыз да осы жауабын мына парақтар бетіне түсіреміз. Қазір мен әр топқа бір парақтар таратып берейін. Балалар, оқыдық па жағдаятты? Тыңдаймыз. Бірінші топтікі бейбітшілік тобы тыңдаймыз. Ата-аналардың сендердің қызықтарына қуанып, бақытты өмір сүру үшін қандай болулары керек? Түсінікті ме сұрақ? Екінші топ. Тыңдаймыз. Ата-анаңыздың қандай жақсы істерін мақтан тұтасыздар? Қандай істерін мақтан тұтасыздар? Аулақ болғанын қалар едіңіз. Түсінікті ме үшінші топ? Егер ондай не болмаса ата-анамыз. Дегенше, бұл жерде енді әртүрлі балалар бар ғой, қазір мысалы ата-аналар. Сәтсіз отбасы бар, тәуекел отбасы бар, білеміз бе олар туралы? Сәтсіз отбасы деген қандай екенін білеміз бе? Немесе әкесі арақ ішетін бар, немесе анасымен бірге қосылып ішетін, сондай отбасы болсашы. Неше түрлі жағдай болуы мүмкін ғой. Жазамыз сол. Бұл жерде сіздерге берген сұрақ, ата-аналарыңыздың қандай жағымсыз қылықтан аулақ болғанын қалар едіңіздер? Кім ата-анасы қандай болған қалайды? Мүмкін ол өз үйлеріңізде де бар шығар. Анаңның бір саған намайдан қалай бар шығар. Немесе әрқашан бізді қолдағаны, бізге керек нәрселерді алып бергені. Бізге деген махаббаты мен қолдауы. Жақсы болсақ қазір күтеміз. Бірінші жағдай ол ата-аналардың сендердің қызықтарына қуанып, бақытты өмір сүру үшін қандай болуларын керек.
біз жазғанымыз бойынша тәрбиелі, сыйлы адам, тәртіпті, адал, еңбекқор, адамгершіл, ата-ананы тыңдайтын, айтқанын айнытпай істейтін, білімді және салмақты. Қай сөз қалып қалды мына жерде? Қалай ойлайсың, қандай сөз қалып қалды? Тәрбиелі, сыйлы, тәртіпті, еңбекқор, адамгершіл. Ең бастысы не қалып қалды? Ең бастысы қандай сөз қалып қалды? Ата-ананың арманы. Баласын жақсы болу. Одан басқа. Ең басты мәселе қалып қалды мына жерде. Мына жерде тәрбиелі, сыйлы, тәртіпті, адал, еңбекқор, адамгершіл, ата-ананы тыңдайтын, айтқанын айнытпай істейтін, білімді, салмақты дейді. Тағы да не қалып қалды? Үлкендер сыйлайтын. Үлкендерді сыйлайтын, оның бәрі ата-ана сендерді дүниеге алып келгеннен кейін ғана сендерді өздері жасайды да, жаңа өздері жөндейді да. Сендер ағашсыңдар ғой, жаңадан өсіп келе жатқан. Қай бағытты көрсетеді, соған қарай өсесіңдер. Бұл ата-ананың қолында бұның бәрі. Сендер тәрбиелі қылуда, сыйлы қылуда, тәртіпті қылуда, еңбекқор қылуда. Ең бастысы бар да, ол сендердің Махаббаттар. жоқ. Саналы ұрпақ. Денсаулық. Денсаулық? Ең бастысы денсаулық қой. Ата-ана баланың дені сау болғанын қалайды ғой, дұрыс па? Ол дені сау бала болып өмірге келгеннен кейін ғана ол бала тәрбиелі, тәртіпті, сыпайы болуы ол ата-ананың өз қолында, өзі жасай алады оны. Ал дені сау болып туылуы ол ешқандай адамның қолынан келмейтін нәрсе. Жақсы, отырамыз. Ал кеттік. Келесі, яғни ол ата-аналарыңыздың қандай жақсы істерін мақтан тұтасыз деген сұрақ болатын. Біз осында ата-анамыздың мақтан тұтатын әрекеттерін жазып өттік. Олардың бірін оқи кететін болсам, біз ата-анамыздың еш қиындыққа қарамай, бізді ешкімнен кем болмасын деп, тер төгіп жұмыс істеп бізді асырағандары. Жақсы. Жамандығымызды жасырып, жақсылығымызды асыратын жандардың болуы. Әке шешеміздің бір-біріне деген сыйластығы. Әкеміз бен анамыздың бізге деген махаббаты мен қолдауы. Менің ойымша біз ата-анамыздың әрбір бір әрекеттерін өзімізге үлгі тұта аламыз. Себебі ата-анамыз бізге өздерінің жаман қырларын көрсетпейді, тек қана жақсы қырларын ғана көрсетеді. Сол үшін біз мысалы ата-анамыздың арасындағы сыйластықтың өзі бізге бір үлгі тұтатын мәселе. И басқа әрекеттерде мысалы үлкендерге сыйластық көрсету, бір-біріне деген түсініспеушілік көрсету, соның бәрі үлгі тұтарлықтай нәрсе ата-анамыздың әрекеттері. Жақсы. Үшінші топқа берілген жағдайы, ата-аналарыңыздың қандай жағымсыз қылықтан аулақ болғанын қалар едіңіз? Бірінші, яғни ішімдік, зиянды әрекеттерден арылу, яғни таза өмір. Екіншісі, құмар ойындардан тыйылу. Үшіншісі, жұмыссыздықтан. Жақсы. Сонда сіздер ата-аналарыңыздың ішімдік ішпегенін, зиянды әрекеттер жасамағанын, құмар ойын ойнамағанын, және де Жұмыссыздықтан. жұмыссыз отырмауын қалайсыздар, Жақсы, рахмет. Отырамыз орнымызға. Балалар, ондай болса келесі тапсырма постер құрастырамыз. Постерға біз қатыгездіксіз әлемді қалай орнатуға болады деген тақырыпта постер құрастырамыз. Қатыгездіксіз өмірді қалай орнатуға болады. Қатыгездік дегеніміз не? Қалай түсінеміз қатыгездік деген сөздің мағынасын? Айтамыз, балалар, қатыгездіксіз деген. Күш көрсетпеу, зорлық, күш көрсету, оның бәрі қатыгездікке жатады. Енді осы қатыгездіксіз
өмірді қалай орнатуға болады? Жазамыз. Топпен постер құрастырамыз осы тақырыпқа. Сіз ойларыңызды айтыңдар. Қатыгездік деген. қалай орнатуға болады? Хат жазамын. Точно солай. Болдырмау ма? Сен заттарды нарықта болдырмау десе қалай? Енді ашық түсіндіретін болсақ, шындық темекі дегендерді дүкендерде сатылмауын қалаймыз деген сияқты. Жақсы, онда ортаға шығамыз балалар. Бірінші топ, бейбітшілік тобы, ортаға шығамыз. Қатыгездіксіз әлемді қалай орнатуға болады? Ол ең бірінші зиянды заттардан көзін құрту, себебі осы қатыгездіктің барлығы зиянды заттардан басталады. Ана зиянды заттарды қолданғаннан кейін адам өз есінен, санасынан айырылады. Жақсы. Үлге бөлінбеу, барлығы бір дәрежеде болу. Жақсы. Заң жүйесін қатайту. Заң жүйесін қатайту. Келесі. Балаларды кішкентай кезінен мейірімділікке баулу, себебі балалар кішкентай кезінен бастап үйдегі ата-ананың қатыгез болғанын, не болмаса көшедегі үлкен балалардың дөрекі сөйлегенін көріп, өздеріне қатыгездікті өздеріне сіңіріп алады және өскен соң дәл солай кіші балаларға солай көрсетуі мүмкін. Жақсы. Керемет, орнымызға отырамыз. Рахмет. Аха, ондай болса, екінші топ заңгерлер тобының өз ойын тыңдайық, иә? Біз қатыгездіксіз әлемді қалай орнатамыз? Яғни біз қатыгездіктен айырылу үшін ең алдымен әр уақытта сабыр сақтай білуіміз керек. Бізге келген сынақтарды тек уақытша екенін ескеріп, өзімізді сабырға шақыруымыз керек. Жаман қасиеттерді тыйып, жақсы қасиеттерді бойымызға сіңіруіміз керек. Жақсы. Менің ойымша қазіргі қатыгездікті әлемде қалай орнатамыз деген сұраққа мен былай жауап беруші едім. Ең бірінші біз өзіміздің бойымыздағы жаман ойларды алып тастауымыз керек. Біз қазіргі жастарға қарайтын болсақ, көбінесе адамдар өмірге сәл агрессивный көзбен қарайды. Ондай, егер біз әр нәрсеге ашуланып, әр нәрсені өзімізге қатты қабылдап, әр адамға әр сөз үшін ренжи беретін болсақ, онда біз қатыгез әлемді ешқалай орната алмаймыз. Сол үшін де біз ең бірінші сабырлы болуымыз керек. Содан кейін әр келген сынаққа сабырмен қарап, өзіміздің қалай айтсам болады, ыңғайымызды ойлауымыз керек. Жақсы, орнымызға отырамыз. Рахмет. Екінші топ. Қатыгездіксіз өмірді қалай орнатуға болады? Бірінші, яғни адамдар арасындағы сыйластықты арттыру. Зиянды заттарды нарықта болдырмау. Келесі бөлім бізде отбасындағы құпиялар деп аталады. Қазір мен мына допты бір оқушыға лақтырам. Қандай сұрақ түсті, сол сұраққа жауап береміз, иә? Алып кет. Алмат. Менің өмірімде шынымен не маңызды? Аха. Болашақ мамандығы. Жақсы, болашақ мамандығы маңызды. Алып кет. Менің өмірімде шынымен не маңызды? Қазіргі оқуым жақсы оқу. Жақсы оқу ма? Жақсы.
Тұрамыз. Менің өмірімде шынымен не маңызды? болашақ бар. Жақсы. Ал кеттік. Мен болашақтағы бақытты отбасы. Бақытты отбасы деген сөздің мағынасын қалай түсінесің? Болашақта сенің бақытты отбасың қандай болады? Ол отбасында не болады? Немесе кім болады? Көп балалы бала. Көп балалы отбасы бақытты отбасы болып саналады, е? Жақсы. Ал кеттік. Нұрислам. Менің өмірімде шынымен не маңызды? Өзіме туған жақын адамдардың денсаулығы. Жақсы, керемет. Рахмет. Ұзақ сөйлейтін бір нәрсе Сұрайсың ба? Алло. Басталды. Мен бақытты отбасыны қалай түсінемін? Мен үшін бақытты отбасы ол ең бірінші отбасының арасында түсініспеушілік пен сыйластық болу керек. Егер түсініспеушілік пен сыйластық болса, ол отбасы арасында қарым-қатынастары өте жақсы болады. Соны көріп өскен бала кейін өзінің сол алған тәрбиесін қоғамға бір үлесін қосуы мүмкін. Егер біз көп ұрсатын отбасыда өсетін болсақ, кейін баланың психикасына да әсер етеді. Яғни бала агрессивный болып өсуі мүмкін, ашуланшақ. Бақытты отбасы мен үшін ең бірінші негізі бақытты отбасы екі ана мен әкеден зависит етеді. Жақсы. Байланысты, иә? Ана мен әкеге байланысты. Егер ана мен әкенің арасындағы қарым-қатынас бір күшті бір махаббаттың әсерін берсе, ол балаға да бір әсерін тигізеді деп ойлаймын. Жақсы. Рахмет. Мен дәл қазір өз өмірімде несімен қуаныштымын. Мен қазіргі таңда өзімнің, яғни 12 мүшем сау болып дүниеге келгеніме қуаныштымын. Және де ата-анам бар, бауырларым бар, және де қарным тоқ, көйлегім көк, жақындарым, достарым қасымда, осылар үшін өте қатты қуаныштымын. Жақсы, керемет. Рахмет. Қазір біз сіздермен суреттер сөйлейді әдісін қолдану арқылы бізге берілген суреттерге сипаттама береміз. Мен қазір тез суреттер таратып берем. Сол сурет бойынша әрқайсысы бір ауыз сөзбен өз ойларын айтады. Бұл суретте не бейнеленген? Бұл жерде бала қуанышты ма, жоқ қайғы бар ма? Сол туралы өз ойымызды айтатын боламыз. Тез мен қазір суреттен бір суреттер берейін. Бұл суретте қандай балалар бейнеленген? Қазір мен сіздерге суреттер таратып берем. Осы суреттегі іс-әрекеттерді айтып өтеміз, е? Дұрыс па, бұрыс па? Жақсы, балалар, әрқайсыларыңызға суреттен таратып бердім. Осы сурет бойынша енді өз ойымызды айтып өтсек, е? Бірінші топтан бастайық. Нұрислам, бұл суреттегі қыз туралы, е? Бұл суретте қыздың жылаған бейнесі. Жылаған деген бір ата-анасына немесе басқа да нелерінен зорлық-зомбылық көріп жүр деген мағынаны береді. Бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Жақсы. Теріс қылық көрсетіп тұр, е? Бұл жерде, е? Жақсы. Қуаныштың көз жасына ұқсамайды, е? Кеттік. Али, суретте не бейнеленген және бұл сурет туралы сіздің ойыңыз? Суретте қыз маған ренжулі қызға ұқсап тұр ма? Ата-анасы немесе достарымен бар. Ренжулі, е? Немесе қорқыныш бар бойында, е? Өйткені ол қыз тығылып тұр, е? Ненің артынан екенін білмейміз, бірақ бір дуалдың артынан ба, жоқ үстелдің астынан ба, бір жерден қорқынышпен қарап тұр.
Жақсы. Арсен, бұл қандай баланың суреті? Ашуланшақ баланың суреті ма? Кім қалай? Бұл бір бұзық балаға ұқсайды, иә? Аузын ашып күліп тұр. Мазақтап тұр ма әлде біреуді? Біреуді күліп тұр. Жақсы, ол жауап. Мұхаммед. Қыз бала, иә? Анасын құшақтап, еркелеп тұр мына жерде, иә? Бала бақытты бала екен көріп тұр ма? Иә, жақсы, отыр. Алмат, сізде қандай баланың суреті? Бұл суреттегі бала өте агрессивный бала екен. Және де бұл бала бір нәрсе білдіріп, оған ата-анасы рұқсат бермеген үшін бұл бала өте ашуланып, ата-анасына кері іс-қимыл жасап отыр. Және де бұл бала өзінің агрессиясын қағаз бетіне түсіріп отыр. Жақсы, керемет. Ал Асыл? Бұл суретте бұл бала ата-анасына қарсылық көрсетіп, кеш уақыттары ұйықтамай отыр. Жақсы, иә. Немесе ертеңгісін сабаққа бармаймын дегенде болуы мүмкін, иә? Ашуланып отыр. Төсектен әлі тұрмаған. Жақсы, отыра ғой. Балауса? Бақытты нұрлар көрініп тұр, және де балалардың бақытты шақтарын қызықты өтуін бір суретпен бейнелеген. Жақсы, керемет. Маған осындай көңілі түсіп тұрған, яғни көзім мұңға толы бала суреті берілген болатын. Менде бұл сурет бойынша екі ой тұр. Яғни біріншісін айта кететін болсам, бұл бала жаңағы бірдеңені білдіріп қойып, ата-анасынан ұрыс естіп, жаңағы көңіл түсіп, жылағысы келіп тұрғандығы. Ал екіншісі, мысалы, қарасақ, баланың көзі мөлдіреп тұр, жаңағы әкесі мен анасының арасында белгілі бір түсініспеушілік болып, олар ұрысып жатқанда, жаңағы баланың сол кісілерге жылағысы келіп қарап тұрғаны деп ойлаймын. Иә, ренжулі бала, иә? Жақсы. Келесі, Дилназ. Бұл суреттегі баланың ауырып жатқанын көріп тұрмыз, және де оның көңіл-күйі жақсы емес. Жақсы, отырамыз. Ерік, сізге қандай сурет түсті? Бұл суретте қыз бала, иә? Бұл суретте бір қыз бала көзден ішінде өзінен іштей қуанып тұр. Жақсы. Қуанышты, иә? Анай, сізде? Бұл суретте қыз баласы өзінің мұның осы жылу арқылы шығарып тұрғанын бейнеленген. Яғни бұл қыздың ата-анасы немесе жақыны ренжітсе керек, сол арқылы өзі жаңағы мұңын шығарып, жылап тұрғанын көрсетіп тұр. Жақсы. Бұл суретте екі апалы сіңілі бейнеленген, және де үлкен әпкесінде бойында ашу, және де ашу арқылы өзінің сіңілісіне күштей зорлық көрсетіп жатқаны бейнеленген. Ахап. Менің суретімде бейнеленгендей, бұл жерде баланың ашуланып тұрғанын көріп тұрмыз. Ашуланған себебі менің ойымша ата-анасы ұрысқаннан кейін немесе бір нәрсесіне келіспей қалғанын білдіреді. Жақсы, рахмет. Бүгін біз зорлық, зомбылыққа жол бермейік тақырыбында дөңгелек үстел өткіздік. Дөңгелек үстелге белсене қатысқандарыңыз үшін сіздерге көптен көп рахмет. Және бүгінгі тренингке дөңгелек үстелге өздерінің кері байланыстарында беріп өтесіңдер. Және бұл жерде бізге бірінші ішіндегі қағаздағы жазуды оқимыз, иә? Сіздерге деген менің тілегім. Ал балалар, қағазды аштық па? Оқыдық па? Жазылған тілектерге ризасыздар ма? Ұнады ма? Жақсы. Онда келесі бетіне өзіміздің кері байланысымызды береміз. Кері байланыс береміз. Өз ойымыз жазамыз. Не үйрендік, не білдік, не қызықты болды, не қызықсыз.
Болды ма? Аха, жақсы.